Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай 3D құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Құрағымызға қажетті маталар мен өлшем бірліктер. Көлемі 12-12 болатын жасыл матамыздан 4 штук, ақ матамыздан 4 штук, және де қою көк матамыздан 4 штук қажет. Көлемі 11-11 болатын қара матамыздан 4 штук қажет. Ені 5 см болатын фиолетовый матамыздан лента қажет. Құрағымызды бастаймыз. Ол үшін біздер әзірге фиолетовый және қара матамызды алып қоя тұрамыз. Көлемі 12-12 болатын осы шаршыларымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін 4 ақ матамызға 2 жасыл және 2 қою көк матамызды беттестіреміз. Және де қалған 2 қою көк матамыз бен жасыл матамызды біріктіретін боламыз. Дәл бейнедегідей. Енді осы беттестіріп болған маталарымыздың ортасынан сызық түсіреміз. Дәл видеодағыдай барлығын сызып шығамыз. Осы сызылған сызықтың екі жанынан лапканың шетін осы сызықтың шетіне қойып, екі жағынан тігіс түсіретін боламыз. Тігіс түсіріп болғаннан кейін ортасындағы сызық арқылы қайшымен қиып аламыз. Дәл осылай қиып аламыз. Сол кезде осындай 4 бұрыштар пайда болады. Ендігі кезекте құрақ блоктарын жинайтын боламыз. Дәл видеодағыдай қайталап жасаймыз.
Дәл осылай құрақ блоктарын жасап, орталарын тігіп шығатын боламыз. Енді осы 3D құрақ блоктарын бір-біріне қарама-қарсы қылып орналастыратын боламыз. Төртеуін төрт жаққа қарай. Дәл осылай міне орналастырып шығамыз. Орналастырып болғаннан кейін ортасын тігіп шығатын боламыз. Бұл құрақты бірі қараған кезде 3D құрағы, ал бір жағынан анықтап қарайтын болсақ 8 жапыраққа ұқсайды. Қара маталарын ақ матаға ауыстырсаңыздар 8 жапырақ болып шыға келеді. Ал қара мата болған кезде
3D құрақ болып тұрады. Құрақты біріктіріп жатқан кезде бұрыштары бір-біріне келуі қажет. Құрағымызды біріктіріп болғаннан кейін жиегіне 5 сантиметрлік фиолетовый лентамызды тігіп шығамыз. Дайын болған құрағымызды өтекпен тігісін бастырып шығамыз. Мінекей әдемі 3D құрағымыз дайын болды. Бір қарағанда 8 жапыраққа да ұқсайды. Егер менің құрағым ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.